Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәмі дәл дүкендегідей болып шығатын үгітілмелі печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Бұл печеньенің рецептісінің ерекшелігі тұздалған қиярдың немесе қызанақтың рассолымен дайындалады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер. Керекті ингредиенттердің тізімін осы видеоның астында описаниеда жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен ыдысымызға рассолымызды құямыз, яғни қызанақтың немесе қиярдың суын. Ас содасын саламыз. Жақсылап араластырамыз, көпірігі басылғанша. Қант қосамыз. Тұз саламыз. Барлығын тағы да араластырамыз. Күнбағыс майын қосамыз. Араластырамыз. Ұнымызды аз-аздан қоса отырып, қолға жабыспайтын өте жұмсақ қамыр дайындап аламыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды, өте жұмсақ болып шықты. Енді қамырымызды тынығуға 10-15 минутқа қойып қоямыз. Қамырымызды оқтаудың көмегімен өте жұқа қылмай жайып аламыз. Қамырымызды жайып алғаннан кейін өзіңізге ұнайтын формада кесіп шықсаңыздар болады. Печеньеларымыздың барлығын кесіп алғаннан кейін пергамент қағазын төсеп противнімізға жайғастырып шығатын боламыз. Өз қалауыңыз бойынша печеньеларымыздың бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шықсаңыздар болады, немесе жай ғана қантқа аунатып алсаңыздар да болады. Мен осылай әдемі болып шығу үшін бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, жаңғақтарды сеуіп шықтым. Печеньеларымызды қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 15-20 минуттай қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің печеньеларымыз дайын болды, өте дәмді болып шықты, дәмі дәл дүкендікіндей болып шығады, қолда бар заттардан дайындалады. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын. Ал егер де сіздерге менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.